Одан кейін жаңағы ол жерде ешқандай жағдай жасалып жатқан жоқ. Оған басында сол 24-ші жылы мына бұрынғы бастығы бар кезде дуисттің бастығы, өзі қазіргі бастығы Қасенов. Мен соңғы немде айттым ғой, соңғы выступлениемде осы. Дуисттің бастығы өзі Қасенов деп фамилиясы. Сол рұқсат берген. Жаңағы краска, ана мольберт дейді, анау сурет салатын нәрселерді. Сосын жаңағы анау токарный станоктың жаңағы инструменттер, запчастарын кіргізуге, ол жерде токарный станок бар екен ғой. Соған жұмыс істеуге. Өзі Марат 4-ші дәрежедегі не ғой, жаңағы токарь. Основной сол, сосын жүруге рұқсат бермейді, спорт. Бізде кішкентай поле бар, жүгіретін жаңағы 60 квадрат деді ма, сондай. 60 квадрат, енді кішкентай жер ғой, соған жүгіртпейді енді. Енді қалай бұл, сол жерден қашып кеткен. Сосын жаңағы анау недегі осы сылтау қылып, осы Марат сылтау қылып, түзеу мекемесіндегі балдардың өздерін жасаған ана гиря, гантель, нелер болған ғой, штанга деген қолдан жасалғанды өздері. Оның бәрін соңғы рет жаңағы бастықтары тексерген кезде, осы мен нақты несін білмеймін, июнь кезінде, осы маусым кезінде ғой деймін, по-моему. Маусымда бір не болған, сол 14-і ма, 15-і ма, осы маусым не болған, общий жаңағы фронт дейді ғой бұлар. Общий жаңағы тінту болғанда, жалпы әскерлерді қосып, в общем, сол кезде барлық жаңағы спорт инвентардың бәрін алып кеткен ғой. Екі машинеге тиіп. Жаңағы сол жердегі отырған адамдардың өздерінің жасаған жаңағыдай спорттық инвентардың бәрін жиып алып кеткен. Жоқ деген ғой, короче, спортпен айналысуға. Сол үшін наразылығын білдіріп, қайта аштық жариялап жатыр ғой, иә? Сол үшін наразылығын білдіріп жатыр. Оның үстіне менімен хабарласуға рұқсат бермеген. Рұқсат бергенде бір-ақ рет сөйлестім мен болғаны. Одан кейін қайтадан мына жаңағы қазір звондайды, менің телефонымды аламайды. Неге дер? Білмеймін, не үшін екен, ана өздері блокировать етіп тастаған.